Заман ағымы ма, әлде өзімізге байланысты ма? Әйел затының ер адам алдындағы қадір қасиеті жоқ болып бара жатыр. Әлеуметтік желі бұған өз үлесін аямай қосқаны сөзсіз. Инстаграм немесе ВК-ны ашсаң болды, өзіңе қажетті адам туралы бәрін білесің. Жігіттер қазір өздері ұнатқан қыздардың нөмірін іздеп, хат жазып шаршамайды. Қазіргі қыздар жігіттер үшін оқылып қойылған кітап немесе көріп қойылған кино сияқты. Ешқандай қызығы жоқ. Жігіттер мұндай қыздардан тез жалығады. Мен үшін мұның бәрі таңсық. Ал қазіргі жастарға бұл қалыпты. Ойлана келе, өз басымнан өткен қызық оқиғаны сіздермен бөліскенді жөн көрдім. 2002 жылы Алматыға оқуға түстім. Өзім ауылдың қарапайым қызымын. Жасым небәрі 17-де болатын. Дене бітімім келіскен болғанымен керемет сұлу емес едім. Бірақ өзімнің қағидаларым мен мақсаттарым бар тұғын. Оқуымды аяқтап, адал жар болу. Біз 4 қыз пәтер жалдап тұрдық. 3-ші курсқа дейін ешқандай жігітпен жүрмедім. Бірақ сөз айтқандар болды. Жанымдағы қыздар жігіттермен жүрді. Кезек-кезек жылайды. Жігіттермен ұрысып, мен сонда айтатынмын: өлсем де ешкімді шын сүймеймін, сүйсем де сезімімді білдірмеймін, жігіт үшін жыламаймын деп. Бұл менің өмірдегі ең бірінші қағидам болатын. Бір күні азанда парға кешігіп жүгіріп келе жатып, универдің алдында аяғым қағылып құлап қалдым. Бір жігіт келіп қолымнан ұстап көмектеспекші болды. Мен оған тарт қолыңды деп айқай салдым. Сізге жай көмектесейін деп едім, деді. Маған біреудің көмегі қажет емес деп, басымды көтеріп түріне қарап, сол тұрған жерде есім танып қала жаздадым. Керемет сұлу жігіт, ұзын бойлы, ақ құба, қасы көзі қап-қара. Жүрегім жиі-жиі соғып, есім ауып қарап қалыппын. Менде бұрын соңды мұндай жағдай болған емес. Орнымнан тез тұрып, жүгіріп кетіп қалдым. Содан бастап ана жігіттің бейнесі есімнен кетпеді. Түсіме кіреді, көргім келеді де тұрады. Қыздарға айтайын десем ұялдым. Алдындағы айтқаным есіме түсіп, асхананың алдында тұрған біз қыздармен. Артымнан біреу келіп: аяғыңыз қалай? Жақсы болды ма? Деді. Мен жақсы дедім. Таныссақ қалай болады деп қолын созды. Мен есімімді айттым. Ол Дархан деді. Еш нәрсе айтпастан бұрылып кетіп қалдым. Группаның қыздары жүгіріп келіп: қайдан танисың? Деп сұрап есімді аудырды. Және сол қыздардан оның 4-ші курста оқитынын, байдың баласы екендігін естідім. Ал мен қарапайым отбасынан шыққанмын. Оның машинасы да бар екен. БМВ және соткасы да бар. Ұялы телефонның енді шығып атырған кезі еді. Бірден өзімді одан төмен санадым. Бірақ сол жігітті ойлай бердім. Күндіз түні ойлаймын. Сабақ оқуды қойдым. Дархан маған сөз айтты. Күнде өз-өзіме сұрақ қоям. Ол менің қай жеріме қызығып жүр? Басқа сұлу қыздар көп қой деп. Мен оны шын сүйіп қалдым. Ондай жігітті ұнатпау мүмкін емес. Барлық қыздардың арманы десем де болады. Бірақ оған жоқ, сенімен жүрмеймін дедім. Дос қыздарым ұрысып жүр, есің дұрыс па деп. Дархан да қайтпай қойды. Күнде гүл, сыйлық. Ол менің соңымнан 1 жыл жүгірді. Мен 3-ші курсты аяқтаған соң жазда оның сөзін қабыл алдым. Бәрі бізге қызығып та, қызғанып та қарайтын. Ол маған қолының ұшында тигізбейтін. Қыз жігіт болып 1 жылдай жүрдік. Күнде ұрысып қаламыз. Ол маған қырсықсың дейді. Дархан маған ылғи ренжитін. Сен мені іздемейсің, сен мені жақсы көрмейсің деп. Менің сол баяғы қатып қалған қағидам бар ғой. 1 жылда 1 ретте звондамадым. Және сезімімді ашып айтпадым. Жаным деп те айта алмадым. Мен сені сүйемін деп айт деп мазамды алатын. Мен айта алмаймын. Неге екенін өзім де білмеймін. Оны жан тәнімен сүйем.
Жоқ болса іздеймін, көрмесем тынысым тарылады, бірақ сезімімді айта алмаймын. Мен оқуымды бітіріп, диплом алайын деп жүргем. Ол үйленеміз, ата-анаңа айт деді. Мен саған тұрмысқа шықпаймын дедім. Дархан ашуланып кетіп қалды. Сол кеткеннен 1 ай жоқ болып кетті. Қатты уайымдадым, құса болдым, сағындым, тіпті ауырып та қалдым. Ауруханадан шыққан соң Дархан келіп кешірім сұрады. Мен оны құшақтап ұзақ жыладым. Өз-өзімді өзгертемін деп бел будым. Оған арасында қоңырау соғып, ол болса мәз болатын. Бір күні Дарханға звондасам, бір қыз алып тұр. Мен Дарханды сұрадым. Ол қыз болса, сен кімсің менің жігітіме звондайтын, деді. Ар жағынан Дарханның даусы естілді. Мен трубканы қоя салдым. Ал тоқтамай жылайын. Қазір есіме түссе күлкім келеді. Сол кезде мен өліп қала жаздағам. Дархан артынша звондады. Мен трубканы алмай қойдым. Ол үйге келді, кешірім сұрады. Өзі қызып алған, кафеде болғанын, жаңағы алған дос қызы екендігін айтып жатыр. Мен оған сенбейтіндігімді айттым. Ол болса, неге сонша керемет боласың? Сен өзіңді кім деп жүрсің? Сендейлердің талайын кездестіреді, деп мені боқтап кетіп қалды. Ертесіне звондап кешірім сұрады. Мен көп ойландым. Әрине мен оны жақсы көрдім, бірақ Дарханның соңғы айтқан сөздері ұмыта алмадым. Тең-теңімен, тезек қабымен деген мақал ойыма түсті. Маған 2 күннен соң дипломның вручениесі болатын еді, және кешке Дарханмен бірге қоштасу кешіне, яғни кафеге баратын болып келіскен біз. Мен сол күні Қарағандыға әпкемнің үйіне ешкімге айтпай кетіп қалдым. Жаз бойы сонда болдым. Телефон номерімді ауыстырдым. Құрбыларыма да айтпадым. Дархан мені ауылға іздеп барып, сіздердің қыздарыңызды аламын деп әкеме айтып кетіпті. Әке шешеме айтпаңдар деп ескертіп қойғам. Сосын бір күні үйге әкемнің сыныптасы құда түсіп келіпті. Маған звондап жақсы жігіт екенін айтып, менің келісімімді сұрады. Мен ол жігітпен танысып, қазан айында оған тұрмысқа шықтым. Беташарымыз болған күні кешке маған Дархан звондады. Өзімен кездесуімді өтінді. Кездесуге бармасам, келіп үйді талқандап кетемін деп қорқытты. Мен келістім. Киім-кешек алуға Алматыға баратынымды айттым. Күйеуім бізбен бармады. Мен әке шешеммен келдім. Дарханмен кездестім. Ол мені алғашқыда құшақтап жібермей қойды. Мені дуалап алғансың ба деп сұрап қояды. Көп жылады. Мен де жыладым. Көп сұрақ қойды. Екеуміз қимай қоштастық. Арам ойлап қалмаңыздар. Арамызда ештеңе болған жоқ. Міне, жолдасымызбен бірге тұрып жатқанымызға биыл 10 жыл болады. 2 қызымыз бар. Жолдасыма мен адал болып келдім. Ол маған осы уақытқа дейін қол көтерген емес, боқтаған емес, қатты сөз айтқан емес. Мені қатты сыйлайды. Мен де оны сыйлаймын. Бауыр басып та кеттім. Қазір менің барым да, нарым да сол. Сіздер ойлап отырған шығарсыздар, мынау неге өзінше болған деп. Мен Дарханның өзімнен төмен ұстадым. Және өмір бойы оның ығына жығылып өмір сүргім келмеді. Сол үшін де одан бас тарттым. Қазір мүлде өкінбеймін. Өз теңіме қосылғаныма қуанам. Мен күйеуіммен алғашқыда Таразда тұрдым. 2 жыл бұрын Алматыға көшіп келдік. Осы жақта Абая правада такси тоқтатып тұрсам, Дархан келіп тоқтады. Біз біраз әңгіме айттық. Ол 2 рет ажырасыпты. Қазір бойдақ жүр. Маған күліп айтып жатыр. Қыздар көп, уайымдама деп жымиып қояды. Әңгіме желісі Алаш айнасы газетінің сайтынан алынды. Әңгімедегі кейіпкерлердің аттары ауыстырылған.